Киелі кітапты оқығанда, онда адам баласының бүлінгені туралы көп жазылған деген ой туады. Бұл шынымен солай. Дегенмен, киелі кітапта осы тақырып жөнінде айтылған күнә, әділетсіздік, заңды бұзу сияқты сөздер қазіргі қоғамда сирек қолданылады. Сондықтан, киелі кітаптың адамның жағдайына қатысты көзқарасы жиі ескерілмейді, немесе адамдар ол туралы ескірген, артта қалған деп ойлайды. Бұл өте өкінішті, себебі осы сөздер арқылы киелі кітаптың авторлары адам табиғатының жай-күйін терең сипаттаған. Әділетсіздік сөзі адамның іс-әрекетінің теріс екенін көрсетеді, ал заңды бұзу Құдайдың заңын аяққа таптап сенімді ақтамауды білдіреді. Күнәші. Киелі кітапта бұл сөз осы ыңғайсыз сөздердің арасында ең көп қолданылған, сондықтан оған біраз көңіл бөлейік. Еврейше хата және грекше хамартия сөздері күнә деп аударылады. Күнә сөздің түпкі мағынасының дінге мүлде қатысы жоқ. Хата дегеніміз мүлт кету, немесе нысанадан жаңылуды білдіреді. Исраильдің Бунямин руының сақпаншылары атқан таспен қылға дәл тигізіп, хата болмайтын. Демек, нысанадан жаңылмайтын, яки мүлт кетпейтін. Киелі кітапта асығыс шешім жасаудан сақтандыратын нақыл сөз бар. Тым асыққан жолдан таяр. Яғни осылай етсең, нысанаңнан жаңыласың. Демек, киелі кітапта күнә мақсатқа жете алмауды білдіреді. Ал бұл қандай мақсат екен? Киелі кітаптың алғашқы тарауынан біз әр адамның Құдаймен рухани жағынан бейнелес екенін, яғни жаратушының өкілі ретінде құрметке лайық қасиетті тіршілік иесі екенін білеміз. Дүниеге осы тұрғыдан қарағанда, күнә дегеніміз Құдайға және адамдарға тиісті құрмет көрсетпеу арқылы оларды сүймей мүлт кету. Осы ойды 10 өсиет деп аталған Израиль халқына берілген жүріс-тұрыс туралы әйгілі нұсқаудан байқауға болады. 10 өсиеттің 5-еуінде қалайша Құдайды сүймей мүлт кететінің, ал қалған 5-еуінде қалайша адамдарды сүймей мүлт кететінің сипатталады. Мүлт кетудің осы екі түрінің 10 өсиетте қосылып берілгендігінен, Құдайды құрметтемеу мен адамдарды құрметтемеудің өзара тығыз байланысты екені айқын көрінеді. Сол себепті, киелі кітапта адамдарға қарсы күнә жасау, Құдайға қарсы күнә жасаумен бірдей. Мысалы, Жүсіп Патифардың әйелмен жақындасудан бас тартқанда, оған қалайша Құдайдың көз алдында күнәға батпақпын деді. Жүсіптің ойынша, Құдайдың бейнесі бар адам баласына құрмет көрсетпеу, Құдайды сүймеу деген сөз. Яғни күнә дегеніміз шынайы адамшылықтан мүлт кету. Бірақ тағы да айтатын нәрсе бар. Киелі кітаптағы күнәнің бір қызық жағы мынадай. Мүлт кеткенде адамдар көбіне не оның солай екенін білмейді, не одан да сорақысы жеңіп жатырмын деп ойлайды. Мысалы, Перғауын Мысырдың шаруашылығын дамытып, қауіпсіздігін нығайтқысы келді. Оның ойынша, Исраильдіктерді құл қылу дұрыс іс болды. Ол мұны тиімді деп санады. Ал соның арты үлкен апатқа айналатыны ойына да кіріп шықпады. Саул патша болса, Дәуітті өлтірмек боп, елсіз далада соңынан қуып жүргенде, қылмыскерге әділ жазасын тартқызам деп ойлады. Бірақ, ақырында ол сол зұлымның өзі екенін түсініп, мен күнә жасадым деп мойындады. Мен мүлт кеттім. Сонымен, күнә дегеніміз жаман нәрсе істеу ғана емес. Күнә өзімізді өзіміз оп-оңай алдайтынымызды, әрі жаман шешімдерімізді жақсы етіп көрсететін қиялға берілетінімізді білдіреді. Олай болса, адам баласы моральдық қатемен өзінің ойындағы жеңістің ара-жігін неге ажырата алмайды екен? Күнә сөзі киелі кітапта алғаш рет пайда болған жерде-ақ мұның себебі анық көрінеді. Қабыл мен Әбіл деген ағайындылар болған. Олардың ата-анасы жақында ғана жыланның азғыруына көніп, жақсы мен жаманды өз ақылдарына сай анықтауға тырысқан еді. Енді Қабылдың алдында да сондай таңдау тұрды. Ол інісіне Құдайдың ризашылықпен қарағанын көре алмай ашуланды. Сондықтан Құдай оған ескертті. Егер дұрыс істемесең, онда босағаңды хатаның жағалағаны. Ол сені емденуге құштар, бірақ сен оған жол бермеуің керек. Бұл оқиғада күнә, яғни моральдық мүлт кету, адамды жеп қойғысы келетін аш хайуан ретінде бейнеленеді. Осы әңгіменің немен біткенін де білеміз. Киелі кітап адам баласының теріс іс-әрекетінің, яғни біздің өзімізді өзіміз алдауға бейімділігіміздің бойымызда терең тамыр жайғанын көрсетеді.
Ол өзімшіл қалауымызбен құштарлығымыздан бастап алып, бізді басқалардың есебінен бас пайдамыз үшін ұмтылуға арандатады. Осылайша, арамыздағы байланыстар бірінен соң бірі үзіліп кетеді. Сол себепті Паул елші жаңа келісімде хамартияны адамдарды билеп төстейтін күш деп сипаттаған. Ол тіпті былай деп қорытты: бойымызда күнәлі құмарлық бар. Сондықтан өзім жек көретін істерді істеймін. Осылайша, киелі кітаптың авторлары күнә сөзімен адамдардың жағдайын дәлме-дәл сипаттаған. Күнә Құдайды және басқаларды толық сүйетін адам болмай мүлт кету. Ол біздің не жеңіп, не мүлт кеткенімізді ажырата алмауымыз. Күнә біздің мінез құлқымызға терең әсер ететін өзімшіл күш. Біздің бұл суретіміз онша әдемі емес, бірақ ол нақты жағдайды дәл бейнелейді. Сондықтан киелі кітаптағы Мәсіх Иса жайлы хабар соншама ізгі. Мәсіх шынайы адамға айналған жаратушы. Бірақ ол Құдайды әрі адамдарды сүймей мүлт кетпеді. Яғни ол күнә жасаған емес. Бірақ ол адамдардың мүлт кеткен барлық істерін өз мойнына алды. Мәсіх басқалар үшін өмір сүріп, олардың күнәларының құнын өтеу үшін жанын қиды. Ол өлімнен қайта тірілді. Енді өзіне сенім артқандарға өз өмірін ұсынады. Петр елшінің айтқанындай, ол ешқандай күнә жасаған емес. Біз күнәнің құлдығынан босатылып, әділ өмір сүре алуымыз үшін Мәсіх айқыш ағашта күнәларымыздың айыбын өз денесінде көтеріп тұрды. Міне, киелі кітаптағы күнә сөзінің мән жайы осындай.